Құрметті менің оқушыларым, қашықтықтан оқытуда күш қайрат жинау үшін мен сіздердің назарларыңызға миға арналған жаттығуды ұсынамын. Бірінші жаттығу. Түрлі түсті мәтін. Сіздердің назарларыңызға түрлі түсті сөздер берілген. Сіз сол сөздерді емес, жанып тұрған түспен орысша нұсқасын айтып шығу керексіз. Дайынбыз ба? Ендеше бастаймыз. Синий, зеленый, черный. Менің ойымша, әрине бұл сізге оңай болған жоқ. Ендеше қайтадан керісінше бағытпен жанып тұрған түстерді айтып шығайықшы. Синий, зеленый. Миға арналған жаттығу қызық болды деп ойлаймын. Сондықтан да оқушылар дәл осы жаттығуды сіздердің қайталағаныңызды сұраймын.